Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалышам вешімдігі қаға бойлы мәлімат. Қырым реберлерінің кадр теркібі насылден ашты. Кезлев шоссесінде қаза юзберді, учфенер не вақыт тамерленежек. Ахмезет Жанатай трассасында яңы yolның 10 километрі төшелді. Гресс қасабасында парк территориясы насыл абаданлаштырыла. Ахмезетнің микрорайонында яңы бала мейданчыға açılды. 26 yıl велсі тамамшу көні белі Қырым татар фальжысы Юрий Османов ани дүнияны терк етті. 93-ші сенесі оны Ахмезетте саяси рақыблерінің сымарышы бойынша жанаваржа көтекледділер. Екінші күні ұқастақанеде ералынғаны себебінден елі қолды. Юрий Османов 90-ші сенелерінің башында Девлет комитетінің ребері еді. Қырым татар милли әрекетінің лидерлерінден бірі олып, миллетіміз ватанға авдет олны бұғырында көрешті. Сонки күні неже Халқара Таврия экология саяси университетінде Шарқшынаслық факультетінің деканы оларақ чалышты. Юрий Османов ұлы марифчіміз Исмаил Гаспринскінің фалиетіні вемирасыны угренді. Оның тетқиқатлары 4 очерктен ешірітілді, бұндан да ғайры бойынсан шайыр ве язы жүйеді. 2009 сенесінің башында Гаспринский адына китапханемізде оның «Қырым менім ватаным» адлы китабы тақдим етілді. Бүгін Қырым елбасшысы Сергей Аксенов вице-премьерлер Алла Пышкунова ве Лариса Панасюк истифаға Йоланылыва қында иланатта. Сергей Аксенов МДОз муавины Дмитрий Полонский башқа вазифеге кечірілген ақында білдірді. Сабабен оларнен иш көрешіваны кечірдім ве учыны да семерілі иш үшін тешекюр білдірдім. Дмитрий Анатольевич Анна Николаевна ве Лариса Николаевна Қырым инкишафына буюктен буюк иссе хоштылар. Қырым Жумхуреті Девлет шырасының топлашывында парламент мебуслара кеметінің вице-премьерлері вазифелеріне Юлия Жукованы, Евгений Кабановны, Игорь Михайличенканы, Георгий Мурадовны, Павел Королевны бе Ирина Кивеконы тәнледілер. Бұл қарар қабыл етілмесі үшін залда болынған 67 мебус епсіре берді. Дмитрий Полонский инвестицион шirketінің елбасшысы Оладжах Жумхуретінің ичківе мәлімат саясетінің кураторы вазифесіні де девам етежек, ама енді меслячы оларақ. Бұл ақта Сергей Аксенов өзінің Facebook сәйфесінде білдірді. Дмитрий Анатольевич инвестицион шirketінің yolbaşçısı olmaq аққында теклев oldu ve onu kabul etti. Bu yükseltuf demege mümkün. Haydetім 5 yıl devamında o işinin en mürekkep ve mühim yönelişlerinden biri içki siyaset milletleri münasebetleri kütlevi malumat vasıtalarına ve bak sahalarında kurator oldu. Geçken yıllar devamında aytıp geçilgen sahalarında keyfiyetli müsbet denişmeler yüz berdi. Сақ районы мемориетінің елбасшысы вазифесіне тәнленув конкурсы екунленді. Сақ район шурасында мебуслар елерінің эксериятынен Михаил Слободяник сечілді. Қарарны шураның 4-ші сессиясында қабыл еттілер. Онлайн рейберувінде яңы рейбер жеме рейлерінің 72% елді етті. Строительство детские садики, где решение проблем очередности. У нас также самая проблема с медициной, которую мы будем решать. Уже начаты работы по строительству, по выделению земли для строительства амбулатории и ФАПов. Конкурста 5 намзеті штыракатты оларының ербірі регион инкишафы бойынша өз программасына тағзиматты емде қанунлар білгілеріні көстерген тестлерден кечті. Сақ районы мемориетінің елбасшысы сечілігі бойынша конкурсында 27-ші кересі кечірілі. Девлет миллетлер ара комитетінің яңы елбасшысы оларақ Альберт Кангеев тәнленді. Бұақта Жумхурет елбасшысының эмира кеметінің ресми порталында нешірітілді. Қатырлатамыз евелері бұл вазифені Ленур Абдураманов едайты еді. О 2 ел девамында қызмет еткен сон октябрінің 28-інде іштен бошатылды. Альберт Кангеев 1998-2005 сенелері Қарасу Базар район Девлет мемориетінде реберлік вазифелеріні бежереді. Sonra бір ел Қырымның санай саясет нақлет ве бақ везірі оларақ чалышты. 2010 сенесінің ноябрь айындан 2014 сенесіне же Қарасу Базар шер елбасшысы еді. Яңы ребер емен бірлікте чалышып комитетінің систем ішіні тешкіл ете білежек. Для меня это большая честь и высокая ответственность. Изучу вопрос, посмотрю, в каком направлении сегодня развивались события. Естественно,
Приоритет равных возможностей для всех конфессий, для всех национальностей в Крыму – это мой приоритет в работе. То, что сделано, поблагодарил коллектив и поставил задачу улучшить эту работу. Бош тұрған ерде яңы бала шерчігі пейда олды. Хош келді қасабасында балалар мейданчыға açılды. Ойын комплексіні бір ай ішінде құрдылар. Açылу втет бұрынде бізім телевизион тақымымыз да болынды. Черепашка, идем за шариками, есть еще шарики. En sevimli multfilmlerinin kahramanları hepsi ballar ve tedbir misafirleri için oyun şeklinde ekskursiya geçirirler. Hoş geldi kasabasında yanı ballar meydançığı açıldı. Animatörler neglince sabun topları şovsu, yer oyunlar ve bakşışlar boleti teşkilatçılar mikrorayonun küçük sakinlerini kuvandıralar. Это те, кому 1, 2, 3, 4. Meydanda zemanevi oyun donatmaları yerleştirilgen, teritoriyanın çevre çatı koralangan ve yarıklangan. Onun açılımını yerli sakinler yıllarca beklediler. Объект ise bir ay içinde kuruldu. Дети довольны, площадка очень хорошая. Для развития детей будет очень прекрасно. Хоть дети будут не болтаться теперь по улицам, а будут наслаждаться такой площадке. Mında küçükler için renkli salıncaklar ve karuseller var. Büyükler için ise trenajörler, futbol ve basketbol meydanları ayrıldı. En yaxşısı ballarga Leyxanın teşebbüsçisi Bolye şehrinin iş tuta. Lakayt olmagan Ruşen Ablakimov bu mikrorayonda doğdu ve yaşay. Onun balları komşu balları gibi evinin azbarında oyna ve sokaklarda çapkalap yürüyediler. Endi olarının yanına eğlenceleri var. Вот здесь вот была земля ничейная. Вот мы ее облагородили. Я очень рад, что этот проект свершился. Сегодня мы его открыли. Пусть в будущем все дети, которые проживают в этом районе, играют, пользуются. И это приносит очень большое удовольствие, когда дети наши достойно растут. Balalar bu bizim geleceğimiz, olar bizim gururumuz dey Devlet Duma Bemüsü Ruslan Balbek. Parlamentari Leyxanın ömürge geçirilmesine kol tuttu. İşana ki Bolye pervasız kalmagan insanların içine herkes kol tutar. Рассчитываю, что данный пример будет действительно тиражироваться во многих районах и городах. Очень благодарен нашим предпринимателям, жителей Каменки, Рушенбею и тем, кто действительно также протянул руку для того, чтобы сегодня сделать такой подарок для наших деток. Это действительно большая радость. Уверен, что для них это большой савап, пусть множатся хорошие поступки. Yanı balalar meydançığı dostluk ve kardeşler adı sokaklar arasında yerleşti. Здесь в массиве Хошкельды очень много проживает детей, которые нуждаются им выйти некуда. Для детских площадок фактически место отсутствует. Вот, единственное место есть, где можно было поставить эту детскую площадку. Вот именно здесь, где мы стоим. Teşkilatçılar bu noktada toxtamayacaklar. Tuğan mikrorayonun abadanlaştırıbı hep devam edecek. Naciye Isayeva, Ramazan Alivapov, Millet için. Devlet Milletler Ara Komitetinde Kavan kasabasının içtimai cihetten muhim obyektler kuruculuğunun meselelerini müzakere ettiler. Şındaki vaqtda Kavan kasabasında elektrik ve gaznen temin etilүү işlerinin birinci basamağı yekunlendi. Gaz keçirilivi boyunca ikinci basamaqның Leyxasmeta vesiqalari azır, umumen o 11 kilometrni teşkil eti. Epsi sualarının çizilүү yolları nezaretke alındı. Ay Devlet Milletler Ara Komitetinin meydanında mesul icracılar meseleler çizilүү vaqtda haber etecekler. Таврида ялысында devlet сымарышы, Ялтада devlet satın alınuvlar boyunca Butun Rusya konferensiya keçti. Onun iştirakçıları Butun memleketten toplangan 12 speaker oldu. Maruzalarının esas mevzuları yanı kanunlarda denişmeler, olarının ameli cihetleri ve tefsiyeler. Satın alınuvlar sasında nezaret reglament ve ekeni sistema kurulup sualları de müzakere etildi. Tedbirnin mevzusu işlerinin keyfiyetinin yükseltmek ve devletke fayda getirmek. Люди приезжают из разных регионов и между собой делятся, как они у себя внедрили те или иные нормы законодательства. То есть сейчас мы услышим от законодателя МОД, то есть как будут проверять, как будут адаптировать, то есть непосредственно закупочные системы. И плюс к этому коллеги между собой поделятся практикой. Конференцияны МД Февзи Якубов адына Кырым Мундислик педагогика университетінің векілері зиярет аттылар, адлия бөлігінің мудир алimi Юнус Вақайдаттыки, тедбір бұйық тәжірибе ве білгі бере.
Хотелось бы выразить благодарность главе Республики Крыма Сергею Валерьевичу за организацию данной конференции. Она действительно имеет очень важное практическое значение, в частности для нашего вуза. Почему? Потому что сегодня осваиваются бюджетные средства, и применение тех новшеств, тех новелл, которым сегодня нас учат, нас знакомят, для нас очень важно и очень значимо. Конференция ноябрьнын 8-не девам этежек. Украина ноябрьнын 7-сінден 15-не қадар Қырымнен сынырдаки Каланча кечув нұқтасыны қапатажақ. Бұл вақытта Украинада Азақ Қара Деңіз Девлет сыныржылар қызметі региональ идаресінің матбуат қызметі хабаратта. Бұл Укрзалезница, яғни Қырымнен сыңырда кечув нұқталар құружылығының тыш қызметшісі құружылық алып баражағынен бағладар. Чонгар Вечаплинка кечув нұқталары евелкі кабы чалышажақ. Қырым yollarında 100-ден зияде фото ve видео қайдатылып стационар комплекслері ерлештірілді. Бұл вақытта Қырым Жұмхұреті бойынша çalışқан Русияның ішкі ішлер везірлігі хабаратта. Камералар ерлештірілуінің тапсилатлы жедвеліні идаре өз сайтында нешіратты. Бөлелекнен камераларының ең бұйық сайысы, яғни 30-ға яқыны. Жанкоях междет алушта Ялта yolunda yer taptı. Paytaxtımızda yol hareketinin xavfsızlığını 13 elektron yardımcı közeti. 3 kamera kerечтеви, 2 danesi kefede yerleşti. İşlerinin yekünlenuvu yakın. Kırımda noyabr ayının sonunda yanılanğan Akmezjet Janata yolundan geçmege mümkün olacak. Tamir işleri hafsız ve keyfiyetli araba yolları adlı milili boyunca alıp barıla. Bizim televizyon takımımız yanı yoldan geçti ve becerilgen işlerinin keyfiyetini teşkerdi. Bu hafta Sultanesi Takayeva'nın reportajında. Акмезджет Жаната yolunda алып барылған ишлер 2 айдан берле тоқтамай. Құручылар енді асфальтның үст қатыны төшәделер, шымды сонки басамаққа кечілді. Бұл тоқтав ерлерінің азырланмасы қалдырымлар ве әніш yollarının тамир етілмесі. Сейчас подготавливаем съезды к укладке асфальта. Подготавливаем основания. Объект лейха бойынша келечек сене сентябрь айында тапшырылмақ керек, amma ішлер графиктен огде алып барыла. Старались максимально выполнить все работы, благоприятные погодные условия, пока солнце светит, пока тепло на улице. Все требования соблюдены согласно ГОСТам. Лаборатория ведет контроль качества, отбираются керны, проверяется уплотнение, водонасыщение данного асфальтобетона. Yolun құрыжылығы хавсыз ве кейфиетлі араба yolları adlı milli лейха бойынша алып барыла. Bu мақсатларға 120 миллиондан зияде рублей айрылды. Это очень важное направление. В период туристического сезона даже по этой дороге перепускалось движение, чтобы избежать пробки на въезд в Симферополь со стороны Тавриды. Эта дорога очень востребована, поэтому мы рады, что закончили ее. Қырымда milli лейха бойынша бір ел давамында 100 километрге яқын yol тамир етілежек. Шымды ішлер 4 объекті алып барыла. Бұқара Аджи Мамашай көйлері, Ақметшет қасабасы ве Сақ шәрі. Ақметжет Жаната yolunu есе ноябрь айында толысынен тапшырмаға планлаштыралар. Sultanesi Takayeva, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Киев шерінің башына қаршы жинайы еш açıldı. Виталий Кличко девлетке хыянетлік япқанында ве айнечілікте қабатлана. Киев шер шырасының мебуслары Кличконы шыляв копоры реконструкция тілгенде вазифелерінден остон чыққанында ве пара хырсызлағанында шекледілер. Ondan da başka devlet memuriyetinin azalarının beraberlikte şer bürjetinden ziyade para masraf etkeninde ve onlarını kerekli kıbı kullanmağanında kabatlanalar. Onu şahsi adamlarını zenginleştirilüvünde de şekleyler. Hatırlatamaz Vitaliy Klitschko, Kiev şer başı vazifesini 2014 senenin iyununun 5'inden eda etiydi. Şer memuriyetinin yol başçısı olarak ise 2014 senenin iyun 25'inden berle çalışa. Ялтада Cumhuriyet Adliyeciler Palatasının azasına karşı cinayı iş açıldı. O büyük para hırsızlanuvında kabatlana. Bu vaqta Kırım boyunca çalışkan Rusiya Taqqiqat Komitetinin matbuat xizmeti haberatda. Hukuk bozucunu Ялтада kavehanelerinden birinde haber algan vaqıta yakaladılar. $20.000 için Adliyeci Ялта şehir mahkemesinin kararına tesir etmege söz berdi. Қолға түшкен адам 8 yılga cezatlıktan marum etilebilir. Кезлев шоссесінде учфенер çalışmağаны себебінден 2 арaba урылды. Қаза бүгін saat 12-де oldu. Адавчылар айтқанына көре, бұл ерде бір аптадан берле учфенер çalışмай. Бұл ненен бағыл олғаныны Мухаммед Зекиряев сорап білді. Қырылған бампер, аққан мотор яғы ве тешіклі көпчеклер. Кезлев шоссесінде 2 арaba қазаға оғрады. Бұның себебі учфенер çalışmағанымен бағылы.
Айдавчылар айтқанларына көре, yolның bu kısmı учфенер bir haftadan beri çalışmay. Как отсюда сложно выезжать? Сейчас довольно будет сложно, движение очень интенсивное. Айдавчылар өз жанларını аямай төлекеге оғрап кезлев трассасından keçелер. Светофором всегда было лучше. Простояло, определенный поток машин выехал, естественно, всегда было лучше. Как видим, вот первые последствия, значит, надо светофор включать обратно. ГИБДД идаресі берген мәліматларына көре учфенер тамам yol нақлиет қазасында зарарланды. Біз кереклі чарелеріні бақтық, учфенер тезден çalışы башлайжағына үміт етеміз. Bu yol kısmında Erkun binler jaraba keçe ya da bu yerde aylana. Aydavcı sevgililer umut eteler ki mesele yakın vakitte çözülür ve kazalarının sayısı eksilir. Muhammed Zikriyev, Ramazan Alivapov, Millet üçün. Қырымда оңайтлы шер мұйытыны яратув деген федераль программа бойынша яңы ратлық бақчалары ве парклар құрылacak. Жема территорияларының сечілуінде шер сәкенлері иштирак еттілер. Месал оларақ, Гресс қасабасының реконструкциясы үшін ақмезжетлілерінің эксиреті рей берділер. Гресс ратлық бақчасының абаданлаштырылығы насыл дережеде олғаныны мұғбиріміз Айшы Шулакова біле. Гресс қасабасының бала мейданчығында әрвақыт адам чоқ. Турник, салынжақлар, қая ве қом обалары. Кечік сәкенлер үшін ақықы оазис. Онайтлы ве ен esасы хавсыз алетлер. Бұл земаневи комплексны балачаға бірден бегенді. Играемся, катаемся, велосипедем катаемся. Бұратлық бақчасы советлер дәвірінден берлі абаданлаштырылмады. Оның яны омыру тек онайтлы шер мұйтыны ярату фадлы федераль лейхасы бойынша башланды. Енді бала комплексінде ратлық үшін ерлер, отырғычлар, урналар ве қоралар ерлештірілді. Ер-ерде қалдырым ташы төшелді ве атта чапуф үшін yollar айырылды. Біраздан сон бұл ер ярықланacak ве ешіленecek. Хорошее место, так, деревья, светло так. Очень удачная площадка для деток. Bu ise абаналаштырылуының екінші басамағы. Тезден мұнда büyük спортив комплексы ерлештірілежек. Bu iki futbol meydanı, basketbol meydanı, tenis kortu, skate parkı ve hatta roller-drome. Şimdilik işçiler kaldırım taşını töşeйлер, seyirciler için tribunalar ve koralar yerleştirirler. Ограждение заканчиваем и уже будет финишный слой цветной. То есть футбольные поля у нас зеленые будут, баскетбол, волейбол красные. Ну и скейт-парк с роллер-дромом, там особое покрытие будет для того, чтобы колеса нормально катались, там, то есть резиновая такая она не пойдет. Нина Дубенкова Гресс қасабасында 40 ел яшай. Музбеді нішмелерге қувана айтаки. Эндіден мұнда эм балалар, эм де осмүрлер бош вақыдыны кечере білерлер. Детей очень много на поселке. Я хочу сказать, что у нас не только дети. Если вы в 5 утра придете, вы увидите бабушек, которым за 70 лет, и которые тут и подтягиваются. Просто знаю, с собаками гуляю, прохожу, знаю, что у нас очень много спортсменов. Ахмежете Ялтада ве Керечте энди федераль программа бойынша бір қач парк абаданлаштырыла. Эпсы ишлеріні Қырым акиметі шахси незаретінде тута. Ишлерни белгеленген мудетте экинлемек үчүн. Эрли акимиет оларынын кетишатыны даими. Шекилде незарет этмели. Cemaat territoriyalarının seçilivinde şehirlilerinin fikirlerini nazarga aldılar. Misal olarak Gres kasabasının rekonstruksiyası için Ahmetjitlilerinin eksiriyeti rey berdi. Hepsi işlerini yılının sonunaca yeklenmege planlaştıralar. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet üçün. Құрман қасабасында яңа автостанция açıldı. Boyandı Қырымда 6-cı modul автостанциясыdır. Binada kasa ve dispetcher zonası çalışan. Oturmak için yerler ve beklev zalı бар. Territoriyada biologik temizlenuf sisteması yerleştirildi. Aynı böyle sistemanen çalışkan sanitar zonasını Ahmezjet'nin Zapadный автостанциясында seyitler ve hapsxorda da yaratacaklar. Қырым көпірі миниатюрада Керчінің меркези паркында пияде кемерлері ерлештірілді. Олар асыр құружилығыны аңдыралар. Умумен көпірінің ұзынлығы 55 метрні, ағырлығы 3,5 тоннаны, артабекнің умуми мейданлығы есе 100 квадрат метрні тешкілете. Композицияға уникаль ерлаған шадырва анда қошылажақ, конструкцияның бұтыны ер тубонде сақланажақ, суғаяқ тубонден атырылажақ. Пияделер бұл ерде жаяв кезіне білелер.
Ноябрьнің 12-сінде Ермаданның сәкенлері Қырым татар язысы ве медениеті күніні қайд етежеклер шымда бойы концертке азырлық кете. Тедбір Қырым татар театрының бинасында саат 5-те өткерілежек. Анда Жұмхуриятымыздың белі ижрачылары ве ойын коллективлері шығышта болынажақлар. Серга Чылывы да планлаштырыла, ең истедатлы ұсталар өз ішлеріні тақдим етежеклер. Дом дружбы народов адлы тешкелят, яш истедат сәйблері адлы лейханы тақдим етежек. Шымдықыда қаға бұ епсі хаберлер кележек енмізні 21 бұчуқтаққа черманас қайырлы ақшамлар.